Я Алла, қолымызды өзіңе жайып, шын жүректен саған дұға етеміз. Я Алла, я Раббым, жылдар бойы күнәға батқан жүрегімізбен алдыңа тәубемізге келіп тұрмыз. Я Раббым, я Алла, бұл біздің ғұмыр бойы келе жатқан күнделікті күресіміз. Бұл жалған дүние, бүлік пен азғындыққа толы болса да, күннен күнге жақсы адам болуға тырысамыз, алайда күн сайын жеңіліске ұшыраймыз. Я Раббым, біз сенен ғана сұраймыз, саған ғана жалбарынамыз. Саған бойсынуды біздің жүрегімізге сүйікті ет, әрі саған қарсы келуден сақтағайсың. Я Раббым, сенен өзіңе бойсынбауды жүректерімізге жек көрінішті ет деп жалынамыз. Біздерге саған қарсы келуден қорқатын жүрек бере қыл. Я Алла, я Жаратушы, біздерді саған бойынсынуға жақын ет. Біздерге өзіңнің сүйіспеншілігіңді және сені жақсы көретіндердің махаббатына ие болуды нәсіп ет. Я Алла, я Жаратушы ием, біз күн сайын сәтсіздікке ұшыраймыз. Мешітке келіп, құлшылық қыламыз, ұстаздың алдына барып, ілім аламыз. Кейін ол жақтан шыққан соң, бір ғана қия кеткен көз жанары, жиған терген барлық нұрымызды жоқ етіп, жиған барлық сауаптарымызды күл қылады. Я Жаратушы Алла, сауапты амал жасап, ойлардың пайдалы болуына жәрдем бер. Үйімізге келген кезде жасаған амалымыз отбасымызға да пайдалы болуын нәсіп ет. Я Раббым, сен теңдесі жоқ шеберсің. Сен ер адамдар мешітте құлшылық жасап, сол нұрды үйіне алып баратын қылып қойғансың. Алайда, Аллахым, біз бұл мәселеде әлсіздік танытамыз. Біз мешітте құлшылық жасасақ та, үйімізге сол нұрды алып келуге қауқарсызбыз. Я Алла, о жаратқан ием, біздің жүрегімізді және көзімізді, әрбір дене мүшемізді тазарта көр. Я Алла, біздің нәпсімізге үміт жоқ. Я Раббым, бізді өз нәпсімізге қалдыра көрме. Я Алла, бізге өзің пана бол. Я Алла, бізді назарыңнан тыс қалдыра көрме. Я Раббым, өзіңнің шын ықыласты құлдарың еместігімізді білеміз. Жүректеріміз тұманмен тұмшаланған. Саған жайып отырған қолдарымыз, сенен сұрап отырған тіліміз өте лас, надандық қапасында қалып қойған. Бірақ біз басқа ешкімнен сұрай алмаймыз. Сенен ғана сұрай аламыз. Біздің өзге панамыз жоқ. Я Алла, жөргегін бүлдірген сәбиді ешкім қолына алғанды қаламайды. Алайда, сен сондай мейірім беріп қойған анасы сәбиін қолына алып, астын тазалайды. Сәбиін жуындырып, жағымсыз иісті кетіреді де, баласын бауырына басады. Я Раббым, сол секілді біз де күнәға белшемізден батқанбыз. Біз өз күнәмізге, әлгі сәбиден де ары былғанғанбыз. Егер күнәмізға иісі бітер болса, қасымызға ешкім жағалай алмайтын еді ғой. Я Раббым, бізді кешір. Сен кешірушісің. Я Раббым, бізді күнәларымыздан тазарта көр. Сенің рақымың шексіз ғой. Рақымшылық өзенің толассыз ағып жатыр. Бізге бір ғана тамшысын беруіңді сұраймыз. Бізге сол да жетеді, я Раббым. Бәлки сол бір тамшы бізді өзіңе жақындатар. Я Раббым, сенің рақымың әр жерден көрініс табатыны сөзсіз. Я Алла Тағала, біздерге рақымыңды танып, сол рақымыңа талпынатын тауфиқ бере көр. Я Раббым, біздің жауымыз күнәміз бен әлсіздігіміз, өз уақытымызды өзіміздің пайдамызға асыра алмаймыз. Әрі біздің ықыласымыз шынайы емес. Я Алла, я Раббым, біз өзіңнен көп нәрселер күтеміз. Өзіңнен үлкен нәрселер күтеміз. Я Раббым, біздің сұрағанымызды беретініңе сенеміз. Я Алла, бізден теріс айнала көрме. Егер сен теріс айналып кетер болсаң, біз кімге барамыз? Я Раббым, сенен өмірімізге береке сұраймыз. Осы жерден шынайы тәубемен, тазарған жүрекпен
өмірге деген ерекше жаңа көз қараспен қайтуды сұраймыз. Я Раббым, біздің өміріміздің және түсінігіміздің өзгеруін нәсіп ет. Я Алла, я Раббым, дұғамызды қабыл ет. Өзіңнен соңына дейін сұраймыз. Сүйікті пайғамбарымызға, ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын, сансыз салауаттар жаза бергей.